Бүгін біз ұйқының болмауының адам ағзасына әсерімен және қалай жақсы ұйықтауға болатынын туралы айтамыз. Жақсы және жеткілікті ұйқы құнарлы тамақ пен таза суға қол жеткізу сияқты маңызды екендігімен бәріміз келісеміз. Бұл біздің өміріміз және денсаулығымыздың бір бөлігі. Егер ол жетіспесе, немесе жеткіліксіз болса, көптеген денсаулық проблемалары мен психологиялық проблемаларды тудырады. Көбінесе түнгі ауысымда жұмыс істейтін, ұйқысыздықтан зардап шегетін, немесе жиі шетелге баратын, демалыс уақыттары алмасып тұратын достар бұл мәселені терең түсінуі керек. Ендеше, алдымен ұйқының жетіспеуінің немесе ұйқының қашқаны адам ағзасына әсері туралы айтайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Біздің көпшілігіміз үшін ересектерге түнде 7 немесе 8 сағат, жасөспірімдерге шамамен 10 сағат ұйықтау керек. Біз ұйықтап жатқанда тыныс алу және жүрек соғу жиілігі баяулайды. Бұлшықеттеріміз босаңсып, миымыз тазалау механизмін іске қосады. Бұл процесс арқылы мида жиналған күнделікті қалдықтар жойылады. Бұл қалдықтар біздің денеміздің күнделікті энергия өндірісінің жанама өнімдері болып табылады. Бұл қалдықтардың ішіне аденозин да кіреді. Аденозин жинақталған сайын ол ұйықтауға деген құлшынысты арттырады. Бұл ұйқы қысымы деп те аталады. Біз кофе ішкенде, ол аденозин рецепторларының жолын бөгеу арқылы ұйқыны келтірмейді. Егер бұл қалдықтар мидан жойылмаса, олар миға шамадан тыс жүктеліп, ақаулар тудырады. Күнделікті тұтынатын тағам күн сайын нәжіс пен зәр шығаратыны сияқты. Сіз несеппен нәжісті шығарып тұрмасаңыз, қандай мәселелер туындайтынын ойлаңыз. Сондықтан ұзақ уақыт ұйықтамай жүрсеңіз, сіз өз денсаулығыңызбен қалжыңдаған боласыз. Тіпті жай ғана ұйқының жетіспеушілігі болса да, ұзақ уақытқа созылса денеңіздің тепе-теңдігін жоғалтады. Бұл біздің миымыздың есте сақтау қызметіне әсер етеді. Біз жаңа естеліктерді генерациялай алмауымыз мүмкін. Себебі мидың есте сақтау жүйесі жабылған. Яғни біз эмоционалдық тәжірибеміз бен өмірдегі жаңа тәжірибемізді сақтай алмауымыз мүмкін. Біз тынбай және мұқиятты оқысақ та, барлық білім көз алдымызда бір сәтте өтіп кетуі мүмкін. Ол сіздің ұпайыңызға немесе жұмыс нәтижеңізге айналмайды. Ол біздің когнитивтік функцияларымызға да зиянды әсер етуі мүмкін. Өйткені ұйқының жетіспеушілігі мидағы бета-амилоидты дамуына және көбеюіне әкелуі мүмкін, және бұл амилоид Альцгеймер ауруымен байланысы бар. Демек, бұл жеткілікті ұйқы болмаса, кейінгі өмірде деменция қаупі артады дегенді білдіреді. Денесінде ұзақ уақыт ауыратын жері бар адамдар үшін ұйқының болмауы оларды ауырсынуға сезімтал етуі мүмкін. Көптеген клиникалық зерттеулер мұны растады. Басқа зерттеулер ұйқының болмауы біздің эмоцияларымызға және эмоцияларды қабылдау қабілетімізге әсер ететінін анықтады. Сондықтан кейбір адамдар түні бойы ұйықтамаған соң ашушаң болады, немесе көңілі түсіңкі болады. Кейбір адамдар басқаларға немқұрайлы қарайды. Сол сияқты, ұйқының болмауы сіздің пайымдауларыңызға және төтенше жағдайларға шешім қабылдау қабілетіңізге әсер етеді. Мұны ұзақ жолға көлік жүргізушілер жақсы түсінеді. Миымызға әсер етуден басқа, ұйқының болмауы ұрпақты болу жүйемізге де әсер етуі мүмкін. Зерттеулер байқағандай түнде 5-6 сағат қана ұйықтайтын ер адамдардың тестостерон деңгейі олардың биологиялық жасынан 10 жас асқан адамның гормон деңгейімен бірдей болатынын анықтады. Сондықтан түні бойы ойын ойнап жүретін жастарымыз назар аудару керек. Ұйқының болмауы иммундық жүйемізге әсер етеді. Кейбір зерттеулерге қарағанда түнде тек 4-5 сағат ұйықтасаңыз, дененің табиғи өлтіруші жасушалары НК 70%-ға азаяды. Бұл адам иммунитетінің маңызды бөлігі. Ол белгілі өспе жасушаларын жылдам еріте алады. Сондықтан ұзақ уақыт бойы ұйықтамай қалсақ, иммундық жүйеміз әлсіреп, ракқа шалдығу қаупі артады. Кейбір достарымыз темекі шегу мен алкогольді ішу ракқа шалдығу қаупін арттыратынын біледі. Олар ұзақ уақыт ұйқының жетіспеуі ракқа шалдығу қаупін арттырады дегенге сенгісі келмеуі мүмкін. Сондықтан бұл зерттеуде мынандай бір сөйлем бар. 2007 жылдың қазан айында рак ауруын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі түнгі демалыс уақыты қалаймақан болған немесе бірде күндіз бірде түнімен істейтін ретсіз жұмыс уақыты адамды ракқа шалдығуға ықтимал ретінде шектеді. Бұл сөйлемнің мағынасын жақсырақ түсінуге болады. Ұйқының болмауы жүрек тамыр жүйесіне де әсер етеді. Адамдар үшін түнде жеткілікті терең ұйқы ең тиімді табиғи қан қысымын төмендететін дәріге тең. Бұл процесс кезінде жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы бірте-бірте төмендейді. Егер сіз жеткілікті ұйықтамасаңыз, жүрек қан тамырлар жүйесі демалуға мүмкіндігі болмайды. Содан соң қан қысымыңыз көтерілуі мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, егер сіз 6 сағаттан артық ұйықтамайтын болсаңыз, қатерлі жүрек ауруының қаупі 200%-ға артады.
Ұйқының жетіспеулігі эндокриндік жүйеге және семіздікпен, 2 типті қант диабетімен және метаболикалық синдроммен тығыз байланысты организмдегі метаболизмге әсер етеді. Сонымен, егер сіз генетикалық мутация, тегіңізден бар ұйқысыздық салдарынан ұйқының болмауынан зардап шекпесеңіз, басқа аурулардан туындаған ұйқы проблемасы да емес болса, онда сіз менің келесіде айтатын ұйықтауға көмектесетін әдістер туралы кеңестерге жүгіне аласыз. Олар сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Бірінші, күндізгі күн сәулесінің әсерін мүмкіндігінше арттырыңыз, немесе табиғи жарығы күшті жерде болыңыз. Егер оларға қол жеткізу мүмкін болмаса, оның орнына жасанды күшті жарықты қолдану да әдіс болып табылады. Өйткені күндізгі жарқын жарық денеге циркадтық ырғақты сақтауға көмектеседі. Ол біздің миымызға, денемізге және гормон деңгейіне әсер етіп, қашан жұмыс істеу керектігін және қашан ұйықтау керектігін айтады. Екіншіден, түнде жарықтың әсерін барынша азайтуымыз керек. Әсіресе қазіргі жасанды жарықтандыру құрылғылары мен электронды құрылғылар шығаратын көгілдір жарық. Көгілдір жарық біздің миымызға әсер етеді. Біздің денеміздегі мелатонинді бөлуге әсер етеді және денемізді қазір әлі күндіз деп қателестіреді. Алмай шамдар, алаулар және қыздыру шамдары шығаратын қызыл жарық және жақын инфрақызыл сәулелер ұйықтауға көмектеседі. Үшінші, көптеген достар кофе ішу арқылы деконцентрацияны, энергияны және спорттық өнімділікті арттыруды таңдайды. Бірақ ұйықтауға дейін 6 сағат бұрын кофе ішпеңіз. Өйткені зерттеулер көрсеткендей, бұл сіздің ұйқыңыздың сапасын нашарлатады. Сондықтан түстен кейін сағат 3 немесе 4-тен кейін кофе ішпегеніңіз абзал. Кейбір адамдар кофеге сезімтал емес. Сондықтан менің ұсынысым сізге соншалықты тиімді болмауы мүмкін. Төртіншіден, күндіз ұйықтауды ұнататындар үшін бұл өте жақсы әдет деп ойлаймын. Дегенмен, егер күндізгі ұйықтау уақытыңыз тұрақты болмаса, немесе күндіз тым ұзақ ұйықтасаңыз, бұл биологиялық сағатқа әсер етеді. Содан кейін түнде ұйықтауға келгенде ұйықтай алмауға бұл себеп болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде түзетулер енгізіңіз. Бесіншіден, түнде ұйықтар алдында ішімдік ішпеңіз. Алкоголь шынымен де сау адамдарды тезірек ұйықтатып, белгілі бір уақыт аралығында тереңірек ұйықтатуы мүмкін. Бірақ ол жылдам көз қозғалыс ұйқысын азайтады. Ол ұйықтар алдында неғұрлым көп ішсе, бұл әсерлер соғұрлым айқын болады. Жылдам көз қозғалыс ұйқы қалпына келтіретін ұйқы болып табылады, және олардың үзілуі күндізгі ұйқышылдыққа және зейінді шоғырландыру қиындығына әкелуі мүмкін. Алкоголь сонымен қатар тыныс алуды тежейді және тыныс алу үзілісін тудыруы мүмкін. Ұйықтар алдында неғұрлым көп ішсеңіз, соғұрлым кедергі күшейеді. Алтыншы, ұйықтау ортасы өте маңызды. Тыныш кеңістік, қоршаған ортаның температурасы 20 градус Цельсий болса ең жақсы. Тым жоғары немесе тым төмен температура әсерін тигізеді. Сонымен қатар жұмсақ, таза және ыңғайлы матрацтар мен жастықтар олар мүмкіндігінше сіздің тезірек ұйықтап кетуіңізге көмектеседі. Жетіншіден, ұйықтар алдында 3 сағат ішінде тамақ жемеуге тырысыңыз. Өйткені тым кеш тамақтану мелатонин мен адамның өсу гормонының бөлінуіне әсер етеді. Ең бастысы, ұйықтар алдында тым көп тазартылған көмірсутектерін жеуге болмайды. Өйткені бұл қандағы қанттың ауытқуын тудыруы, инсулин деңгейіне әсер етуі, кортизол деңгейіне әсер етуі және сайып келгенде ұйқыға әсер етуі мүмкін. Сегізінші, ұйықтар алдында суды көп ішпеңіз. Себебі бұл түнде дәретке шығару санын көбейтуі мүмкін. Бірақ кейбір адамдар тым көп су ішуді шектесе де, түнгі дәретке шығу белгілерін тоқтата алмайды. Олай болса, осы уақытта инсулинге төзімділіктің қуыққа әсерін ескеру қажет. Тоғызыншы, ұйықтар алдында психикалық тыныштық пен жақсы көңіл күйді сақтау өте маңызды. Егер біздің жүйке жүйеміз тыныштанбаса, біз шынымен тиімді ұйқыға кірмейміз. Ұйықтар алдында тыныштандыратын музыка тыңдау, кітап оқу, массаж жасау, ыстық ваннаға түсу, жатар алдында аяғыңызды ыстық суға малу, бұлар денеміз бен санамызды босаңсуға көмектеседі. 10-шы, тұрақты физикалық жаттығулар ұйқысыздық белгілерін де жақсартады. Зерттеулер көрсеткендей, қатты ұйқысыздықпен ауыратын адамдар үшін жаттығулар көптеген дәрілерге қарағанда көбірек пайда әкеледі. Жаттығулар ұйықтауға кететін уақытты 55%-ға, түнде сергек болу уақытын 30%-ға, ал алаңдаушылықты 15%-ға азайтады. Есесіне жалпы ұйқы уақытын 18%-ға ұзартады. Күнделікті жаттығулар жақсы түнгі ұйқының кілті болғанымен, ұйықтар алдында жаттығу ұйқының қиындықтарын тудыруы мүмкін. Сондықтан қауіпсіз әдісі күндізгі уақытта жүйелі түрде жаттығыңыз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.